Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 147 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару. Жер серіктері. Сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерге талдау жасауды және шығаруды үйренесің. Балалар, оқулығымыздың 65-ші бетіндегі бірінші тапсырмаға қарайық. Көлем өлшем бірліктерін анықта, сонда жасанды жер серігін қандай елдер алғашқы болып ұшырғанын білесің. Балалар, көлем өлшем бірліктерін еске түсірейікші. Көлем өлшем бірліктері 1 метр куб, 1 сантиметр куб, 1 дециметр куб. Яғни, мына суретте көріп отырғанымыздай, ең алғашқы жер серігін ұшырған мемлекеттер КСРО мен Ресей, Ұлыбритания, ақш мемлекеттер екен. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында. Шкафтың 3 өлшемін атап, көлемін есепте. Балалар, мына суретте көріп отырғандай, жердің жасанды серігінің моделі жерді айналып ұшатын ғарыштық ұшу аппараты музейдегі шкафтың үстіне қойылыпты. Енді бізге беріліп отырған тапсырма осы шкафтың 3 өлшемін атап, көлемін есепте дейді. Шкафтың өлшемдерін атайық. Ұзындығы А тең 90 см, ені Б тең 90 см, биіктігі С тең 80 см. Бізге көлемі қанша дейді? Балалар, білесіңдер, шкаф тік бұрышты параллелепипед тәрізді, ал біз тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табуды білеміз. Яғни, көлемін табу үшін енін ұзындығына, биіктігіне көбейтеміз. 90 сантиметрді 90 сантиметрге, одан кейін 80 сантиметрге көбейтеміз. Сонда шкафтың көлемі 648 000 сантиметр куб. Жауабы шкафтың көлемі 648 000 сантиметр куб. Есіңде сақта, тік бұрышты параллелепипедтің көлемі. Қалай табамыз? В көлемнің белгісі. Яғни көлемді табу үшін тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығын еніне, биіктігіне көбейтеміз. А бұнда ұзындығы, Б ені, С биіктігі. Енді осы формуланы пайдаланып, мына астында берілген тік бұрышты параллелепипедтің көлемін табайық. Бұның ұзындығы 7 см, ені 3 см, биіктігі 3 см екен. Енді үшеуін көбейтеміз. 7 көбейту 3, көбейту 3. Сонда 63 см куб болды. Енді тура осы тік бұрышты параллелепипедтің бір қатары сары түсті текшелермен толтырылған көлемін табайық. Оның ұзындығы мен ені өзгеріссіз қалады да, биіктігі 1 см болады. Сонда 7-ні 3-ке көбейтеміз, 21, 21-ді 1-ге көбейтсек 21. Яғни сары түсті текшелермен толтырылған параллелепипедтің көлемі 21 см куб. Балалар, сонымен қатар текшенің көлемін табуды да естеріңе сақтаңдар. Текше бұл да тік бұрышты параллелепипедке жатады, бірақ текшенің қырларының ұзындықтары бірдей. А деген текшенің ұзындығы, яғни оның көлемін табу үшін А-ны өз-өзіне 3 рет көбейтеміз, немесе А-ның кубы деп жазсақ та болады. Мысалы, мына астында қырының ұзындығы 2 сантиметрлік текше берілген. Бұл текшенің көлемін табу үшін 2 сантиметрді өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Сонда 8 сантиметр куб шығады. Немесе 1-ден 2-нің кубы тең 8 сантиметр куб деп жазуға болады.
Балалар, оқулығымыздың 67-ші бетіндегі 5-ші тапсырмада кесте бойынша есеп құрастыр және шығар деп тұр. Бұл есепті құрастырған кезде есептің кестедегі есеп бойынша берілгенін жазамыз. Көлемді табу формуласын пайдаламыз. Кейбір жерлерінде мысалы текшенің қырының ұзындықтарын табу керек. Мысалы А белгісіз болса, оны қалай табамыз? Б белгісіз болса, қалай табамыз? С белгісіз болса, қалай табамыз? Мына формулаларды қолданып 5-ші тапсырманы орындаймыз. Өздік жұмыс. Оқулықтың 66-68 беттеріндегі номер 3-ші тапсырманы, номер 4-ші тапсырманы, номер 5-ші тапсырманы, номер 7-ші тапсырмаларды орында. Іске сәт балалар. Түсінбеген жерлерің болса, сұрауларыңа болады.